Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алма қосылған кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен шекерге бір жұмыртқаны қосып, жақсылап миксерлейміз. Үстіне жылы сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Електен өткізілген астыққа қопсытқыш салып жақсылап араластырамыз. Астықты аз-аздан сала отырып, жақсылап миксерлейміз. Қамырымыз қоймалжың болды, осындай болуы қажет. Алманы сыртын тазалап, көбіктеп турап шығамыз. Осы туралған алманы қамырдың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды осында силиконовый кекске арналған ыдысқа құйып шығамыз. Грек жаңғағын уақтап турап шықтым, үстіне шекер саламыз және жарты қасық корица саламыз. Грек жаңғағын үстіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Кексіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.